Қайырлы күн барлықтарыңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Өте дәмді және тез дайындалатын солянка дайындаймыз. Ол үшін барлық заттарымызды осылай ашып дайындап аламыз. Одан кейін видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын төрт-бұрышты қылып турап аламыз. Сәбізімізді теркадан өткіземіз. 1,5 литр суға картопымызды салып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін сол суымызға қуырған заттарды саламыз. Майын құйып, пиязды салып, әбден қуырып аламыз. Әбден қуырып алғаннан кейін барып, сәбізімізді салатын боламыз. Одан кейін тұздалған қиярымызды саламыз. Үшеуін әбден қуырып болғаннан кейін осылай майын бөліп алып, жаңа қайнап тұрған суымызға саламыз картоппен. Одан кейін барып етімізді қуырамыз. Сіздер бірінші етті қуырып алып, одан кейін сәбізді, пиязды қуырсаңыздар болады. Әбден қуырылып болғаннан кейін универсальный осындай видеодағындай приправа саламыз. Етін жауып, әбден су тартылғанша қоямыз. Менде су тартылды, содан кейін чесногымызды салып қуырып аламыз әбден. Қуырып алғаннан кейін қайнап тұрған жаңағы пиязымыз, картопымызды салған суға етімізді саламыз. Бетін жауып, кішкене қайнайды 5 минут, одан кейін барып, 1 қасық томатымызды салып араластырып, 50 грамм жаңағы тұздалған қиярдың суын қосамыз. Өте дәмді болады және ерекше дәм береді. Араластырып, бетін жауып қоямыз. Укропымызды саламыз. Менде еті және картопы барлығы пісті. 30 минутта пісіп шықты. Одан кейін салып осылай араластырып, тарелкамызға салып, отбасымызға ұсынатын боламыз. Өте дәмді және тез дайындалатын солянкамыз дайын болды. Осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.